сол нәрсеге өзі бізде Google компаниясының өзі шешім беріп қойды. Яғни Google Family Link деген проекті бар Google'дың. Яғни 13 жасқа шекемге болған жастар, мәселен, телефон, смартфон ұстайтын болса, iPhone, iOS деп айтылады, система. Соларға мас келетін программа ойлап тұрған, яғни ол жерде ата-ана не қыла алады? Ата-ана баланың қолына гаджетті бергеннен кейін толық контролға ала алады. Қандай сайтларға кіріп жатырды, ямаса сол сайтларға шектеу қойып тастай алады. Социал тармақтарда, мәселен, социал тармақтарда керексіз видео, яғни видеоларды запрет қойуға, яғни қадағалап тастауға болады. Онан тысқары ойындар, мәселен, керекті ойындар ойнайсаң дегенде өптіп, оған қадағалау қылып барса болады. Онан тысқары баланың локация бойынша, яғни карта бойынша қай жерге барды, қазіргі уақытта қай жерде жүрді деген қадағалаулардан алып барса болады. Қауіпсіздік мәселесін жоғары неде шешім берілген бұл программа арқылы. Енді ол программаны пайдалану сәл құрамалы демесек, енді бірақ қолайлықлар азыр 2025-де жаңа версияларым шығып жатырды. Ол жүклеп алады ғой, дәстүр болады ма? Play Market'тен, ямаса App Store'дан жүклеп алады. Сол баласына беріп жатқан телефонға сол почта ашып береді, сол почта арқылы регистрация қылып қояды. Хам сол қалегенше қадағалаулар, жоғарыда айтып өткен қадағалауларды қылып бара алады. Google жаңағы айтып отқанымыз Google Family Link'тің келешектегі режелері сол аулатларға қарап масластырып келатырды да азырғы уақытта. Азыр мәселен Z аулатта сол нәрсе қатты машқалап отқан болса, Z аулатқа мас шешімдер бар. Яғни социал тармақ деп отырмыз ғой. Социал тармақта да шектеу қоюға болады. Қандай контентлер шығу керек алдынан, қанша минут көру керек, керек болса кеште мәселен жатуда көп шықлап жататын жастарымыз жоқ емес, бар. Соларға мәселен телефонның бір кнопка арқылы өшіріп тастау ықтималдықтары бар да.